Ел жаңалықтарына ойысайық, шетелдік автокөліктерді заңдастыру науқаны Түркістан облысында да жүріп жатыр. Себебі бұл өңірде көрші Ресейден әкелінген арзан көлікті тізгіндеген жүргізушілердің қатары өте көп. Қазір осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек бізбен тікелей байланысқа шықты. Жандос, қайырлы күн. Шетелдік көліктерді рәсімдеу шаралары сіздерде қалай жүріп жатыр? Жалпы айтыңызшы, жүргізушілердің белсенділігі қалай? Рахмет, Жанар. Қайырлы таң, қазақ елі. Біз қазір Түркістан қаласында орналасқан мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында тұрмыз. Мұнда орталық қызметкерлері жүргізушілердің көлікті заңдастыруға қатысты құжаттарын қабылдап жатыр. Одан бөлек мемлекеттің берген бір реттік мүмкіндігін пайдаланып қалу үшін мұнда көлігін заңдастыруға асыққан жүргізушілердің қатары қалың, өте көп деп айтуға болады. Алдыменен көлік иелері электронды үкімет порталы арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы өтініш беріп, көлігін іздестіру базалары бойынша тексертеді. Одан кейін көлікті заңдастыруға қажетті құжаттар қабылданады. Қазір менің қасымда Түркістан қалалық полиция басқармасының басшысы Алмасбек Тастанбек мырза тұр. Алмасбек мырза, жалпы көлікті заңдастыру үшін қандай құжаттар қажет? Соны түсіндіріп, тарқатып айтып берсеңіз. Жалпы көлік тіркеу үшін 4 құжат керек. Біріншіден өз азамат өтініш береді жазбаша түрде. Екіншіден өтініш берушінің өзінің төлқұжатының көшірмесі болу керек. Үшіншіден осы көліктің техникалық құжаттары болу керек. Төртіншіден осы көлікке осы азаматқа берілген сенімхат немесе мұрагерлік немесе сыйға тарту құжаттар болу керек. Осы 4 құжат болған кезде талаптар құжатта қабылданады. Ал енді жалпы қандай көліктер заңдастырудан өтпейді, қандай көліктер өтеді, осының да ара-жігін ажыратып берсеңіз. Заңдастыруға өтетін көліктер бізде 4 талап бар. Біріншіден 2022 жыл 1 қыркүйекке дейін келген болу керек. Ол біз енді оларды шекара қызметінің жүйелері немесе сақтандыру полисі арқылы білеміз. Екіншіден бұл көліктер сол мемлекетте есептен шығу керек. Үшіншіден сол мемлекетте іздеуде болмау керек, яғни шектеу болмау керек. Төртінші талап бұл жерде бұл көліктеріміз кеден тазартудан өту керек. Яғни кеден болмау керек. Бізде енді көпшілік көліктеріміз Еуразиялық экономикалық келген көліктер, оларға ондай тазарту керек жоқ. Олар бірден тіркеле береді. Ал енді бүгін таңертеңнен бастап қазіргі түскі 1 болды. Осы уақытқа дейін қанша көлік қазақстандық нөмір алып үлгерді? Жалпы біздің облыс бойынша 3 жерде қазір қабылдап жатырмыз. Түркістан қаласында, Сарыағаш қаласы, Сайрам ауданында. Түркістан қаласында 100-ге жуық азамат қазір өтінім білдіріп, соның 3 азамат қазір осында мемлекет тіркеу белгісін алып үлгерді қазір. Сайрам ауданында 2 азамат, 30-ға жуық азамат жүгінген, 2 азамат алды. Сарыағаш ауданында қазір 18 азамат жүгінген екен, қазір олар тіркеу белгісін алған жоқ. Рахмет, әңгімеңізге. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Біз жалпы мемлекеттік қазақстандық нөмір алу үшін алдыменен төленетін жүргізушілер 200 мың теңге көлемінде қаржы төлейді. Одан кейін тек паспорт алу үшін 4313 мың теңге. Одан кейін мемлекеттік қазақстандық нөмір алу үшін 9660 теңге көлемдегі мемлекеттік төлем төлейді. Одан кейін 23 қаңтардан бастап, яғни бүгіннен бастап 1 шілдеге дейін мерзім берілген. Осы уақыт аралығында шетелдік көлікті тізгіндеген еліміздегі жүргізушілер мемлекеттік нөмір алып үлгеру керек. Жанар, мендегі әзірге бар ақпар осы, сөз тізгіні өзіңде. Жандос, ақпаратыңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық.